Банафи пай деп аталатын өте дәмді әрі жасалуы оңай пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Бұл пирогтың ерекшелігі бұл пешсіз дайындалады. Біз пирогымызды бастаймыз. Бізге қарапайым печеньемізді блендерда ұсақтап аламыз. Үстіне жылы сары майымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Бұл біздің пирогымыздың коржы болады. Арнайы формада біз пирогымызды жинаймыз. Алдымен астыңғы бөлігін бірыңғай етіп жасап аламыз пирогымыздың. Содан кейін 2-3 сантиметрдей пирогымыздың бортиктарын жасап шығамыз. Бірыңғай етіп жасағаннан кейін арасына вареный сгущенка жағамыз. Вареный сгущенкамыз жылы болған сайын жағылуы осылай оңай болады. Вареный сгущенка жаққаннан кейін араларына грек жаңғағын сеуіп шықтым. Пирогымызға әдемі дәм беру үшін. Ол өз қалауларыңызша. Одан кейін бананымызды тізіп шығамыз. Одан кейін тағы да вареный сгущенка жағып, араларына жаңғақ себеміз. Екінші қатарға бананымызды әдемілеп тізіп шығамыз. Енді пирогымыздың кремін дайындаймыз. Творожный сырға қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін 33% клейгемізді қосып, кремін дайындаймыз. Креміміз дайын болды. Арнайы кондитерлік мешокқа салып, пирогымызды бетін әдемілейтін боламыз. Осылай әдемі ғып жағып шығамыз. Біздің пирогымыз дайын. 2 сағатқа холодильникке кремдері сіңу үшін қойып қоямыз. 2 сағат өтті. Пирогымызды кольцодан ажыратып, сіздерге дайын болған пирогтың ортасын кесіп көрсететін боламын. Мына осындай пирог болып шықты. Маған Банафидің осы рецептісі өте қатты ұнайды. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.